Hayırlı gün dostlar. Bugün bizden жылдам dayındalатын ajigamız. Oğan keregi 7,5 kilo pomidor, 6 перец, 4 kızılbırış, 1,5 чеснок. Перец негізі kızıl болу керек. Biz sarıqıştауын алдық, kızılын таппадық. Сондықтан осылай sarğış түрін қосуға тура келді. Чеснокты да, перецті де өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Ащы немесе тұщы қылып жасауға, біз орысша рецептпен тұщылау қылып отбасымызға жасауды жөн көрдік. Қазір осыларды жуып, тазалап, аршып, барлығын мясорубкіден өткіземіз. Қалғанын қазір көрсететін боламыз. Мінекей біз аршып, дайындап турап алдық. Мына помидорымыз. Бүйтіп 2 бөлсек, 3 бөлсек, мынаның тесігіне сиятын болады. Енді кейбіреулер қолмен тартқышпен тартады. Біз қазір электронный тартқышпен тартамыз. Оңай болсын деп. Сол үшін бұлай бөліп дайындап жатырмыз. Осыны тартып болғаннан кейін 1,5-1 қасықтай тұз қосып, кішкене қайнатып алуымыз керек болады. Барлығы таза жасап жатырмыз. Пробаға қазір тартып көруіміз керек. Мінекей. Қалғанын қазір осы тартқыштан өткізіп болғасын көрсететін боламыз. Мінекей, ajigamыз дайын болуға аз ғана қалды. 1,5 қасық тұз қосып жіберу керек. Мынау тұз. Мінекей 1 қасық. И жарты қасық тұз. Осыны жақсылап араластырамыз. Достар, сізден өтініш. Bir ғана löpілмен комментарий жазып, қоңырау шаны басып, тіркеліп кетіңіздер каналымызға. Сіздердің арқаңызда біздің канал дамиды. Жақсылап араластырып, 15 минут, 10 минут қайнатып аламыз. Қазір араластырып болғасын, газға қойып қайнатамыз. Қайнатып болғасын тағы да көрсетерміз. Қайнатпай тұрып, кішкене бір дәмін көріп жіберейік. Қанекей алып бер жүріңіз. Өте керемет шықты.
Қайнағасын осы күшті орайын деп тұр. Екеуі қайнап жатыр, аджигамыз. Дайын болды. Почти. Қайнатып болған соң астын өшіріп, салқындатып, керекті ыдыстарыңызға құйып аласыздар, банка немесе баклажкаға. Сөйтіп салқын жерге сақтасаңыздар болады. Хош, сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше амандықпен кездесейік.